Құрметті ауылдастар, бүгінгі күн сіздер жиналғанымыз, сіздермен бірге жиналғанымыз, біз общественное слушание өткізуге келдік, сіздерге баяндама жасауға. Құрметті ауылдастар, бүгінгі күн сіздерді жиналғандарымыз себебі біз Төңкеріс Бозайғыр ауыл округының станция Төңкеріс желтоқсан 1 адрес бойынша жаңа кірпіш завод салуға бастап жатырмыз. Сол туралы сіздерге баяндама жасауға бүгінгі жиналысымызды төрағасын сайлауымыз керек. Менің ұсынысым осы округымыздың, сельский округымыздың әкімі Асқар сіздерді ұсынамын. Кімде-кім бүгінгі жиналысымыздың төрағасы болып Асқар Ақбозұлы ұсынылып тұр. Кім қарсы адамдар бар ма? Қолдаймыз ба бәріміз? Жақсы. Құрметті ауылдастар, Төңкеріс ауылының тұрғындары, өздеріңізге белгілі, жылына 70 тонна кірпіш өндіретін зауыттың құрылысы басталып жатқаны барлықтарыңыз біліп отырсыздар. Бұл үлкен инвестициялық жоба, бізге жұмыс орны, бізге түсетін салық, ертеңгі жаңағы біз осы ауылдағы өткізетін іс-шаралардың барлығы біз салықтан жасаймыз. Жол болсын, свет болсын, су болсын, сондықтан бізге үлкен инвесторлар, үлкен салық төлеушілер бізге өте ауадай қажет. Осы бүгін бізде қоғамдық тыңдалым, соны жаңа енді ашық деп жариялаймын. Сөз Шарықмұшев сөзіңізде. Бозайғыр жауапкершілігі шектелген серіктестіктің тапсыруы бойынша кодекске қосымша екінші бөлімі, екінші қосымшасы 3/1 тармағына сәйкес қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектілер бірінші, екінші, үшінші категория санаттарға жатқызуға негіз болатын жоспарланып отырған қызмет түрлері мен өзге критерий тізбесі сәйкес тәуліктік өндірістік қуаты 75 тоннадан аспайтын және бір пешке келетін жеке заттың тығыздағы 300 кг кубометр аспайтын отқа тізімді керамикалық бұйымдар мен құрылыс керамикалық материалдарды қоспағанда керамикалық немесе фарфор бұйымдарын өндіретін кәсіпорын объекті жатады. Кірпіш зауытының мекенжайы Ақмола облысы Шортанды ауданы Бозайғыр ауыл округі Төңкеріс станциясы болып саналады. Кәсіпорынның жылдық өндірістік қуаты 7.200.000 дана. Жыл ішіндегі жұмыс күндерін санағанда 360 күн. Стандартты кірпіштің өлшемі 250-120-да 65 мм, салмағы 3,5 кг. Берілген мәліметтерге сүйене отырып, зауыттың тәуліктік өнімділік анықталады 70 тоннаға дейін. Кәсіпорында стандартты түрдегі толық керамикалық күйдірілген кірпіш өндіріледі. Объекттің шекаралары солтүстік жағында карьер орналастырылған. Солтүстік шығыста қоймалық және өндірістік аймақтармен шектеседі. Шығысында өндірістік ғимараттар және асфальтталған өндірістік алаң орналасқан. Оңтүстік шығыста цилиндрлік пішіндегі резервуарлар парк орналасқан. Оңтүстігінде учаскенің негізгі көлік желісімен байланыстырылатын ішкі кірме жол өтеді. Оңтүстік батыста құрылыс салынбаған бос жермен шектеседі. Батысында бос аумақ орналасқан. Солтүстік батыста бос аумақпен шектеседі. Өндіріс процесі келесі кезеңдерде тұрады. Бірінші кезең саз қоймада сақталады. Оны қоры шамамен 10 жылға жеткілікті есептен өтті. Саз өндірістік желіге автосамосвалдармен жеткізіледі. Екінші кезеңде шықты дайындалады. Саз бункер арқылы таспалы конвейерге беріледі және құрамына шамамен 8% ұнтақталған көмірі қосылады. Қоспа ұсақ және ірі ұнтақтаудан өтіп ылғалдағы 20-22%-ға жеткізіледі.
араластыру нәтижесінде біртекті масса алынады. Үшінші кезең қалыптау. Дайын масса вакуумды пресстеп өткізіп, ауа мен газдан тазартылады және ағыздалады. Пресстен шыққан сазды брус кесіліп, кірпіш сырец түрінде қалыптанады. Төртінші кезеңде кірпіш сырец түнелді кептіріште пештен шығып, ыстық газдармен кептіріледі. Бұл кезде кірпіштің ылғалы азайып, біріктігі артады. Бесінші кезең ол күйдіру. Күйдіру процесі 1050 градус температурада 12 камералы шеңберлі пеште жүзеге асырылады. Отын ретінде көмір пайдаланады. Оның шығыны әр 1000 дана кірпішке шамамен 200 килограмм болып саналады. Температура мен тарту күшін түтін тартқыш конустар және желдеткіштер арқылы реттеледі. Соңғы кезеңде дайын кірпіштер қапталып, тапсырыс берушіге кран немесе автожүк тиегіш арқылы жөнелтіледі. Енді атмосфералық ауа туралы. Құрылыс кезінде ластануда негізгі көздері битум қазандықтар, жүк көтергіштер, автокрандар, борттық машиналар, дәнекерлеу және сырлау жұмыстары, экскаваторлар, бульдозерлер, сусымалы материалдар өңдеу, шығарылатын ластаушы заттарға шаң, көміртегі тотығы, азот оксидтері және күкірт оксидтері жатады. Пайдалану кезінде барлығы 20 ластаушы көз анықталған. Оның ішінде 2 ұйымдастырылған, 18-і ұйымдастырылмаған. Жанармай шығыны 800 кубометр. Балшық шығыны 25 000 тонна құрайды. Кірпіш өндіруге қажетті шикізат келісім шарт бойынша карьерден жеткізіледі. Арнайы агент шығыны 250 тонна құрайды. Көмірді тұтыну 250 тонна құрайды. Жалпы шығарылатын мөлшері 1.1585 грамм секунд немесе 42,6 тонна жылына құрайды. Жер үсті және жер асты сулары. Учаскенің жер беттері бірқалыпты, бұған дейін ішінара жоспарланған. Биіктік белгілерінің айырмашылығы шамалы. Тик жоспары аумақтың қолданыстың құрылысын және жер бәдерін қалыптасқан ерекшеліктерін ескере отырып шешілген. Ғимараттар мен құрылыстардан ағызылған ағынды және нөсер сулар жобаланған. Топырақ арығы арқылық беткі қабатпен ағызу жолымен шешілген. Солтүстік шығыс бағытта орналасқан беті су нысаны Бозайғыр көлі 4 километрден астам қашықтықта орналасқан. Рұқсат етілетін тегінділер нормативтер белгілеу бойынша ұсыныстар болмағандықтан жобада қол жеткізуге бағытталған су қорғау шаралары әзірлеу және іске асыру қарастырылмаған. Табиғи жағдайда су ағымын қосымша реттемей беткі су көзінен нормативке сәйкес су алу мүмкіндігі жобада қарастырылмайды. Зерттеліп отырған учаске жер асты сулары 4,2 метр тереңдікте табылған. Тұрақтылған деңгейін абсолюттік белгілері 344 метр аралығында. Сулы қабат құм қабатына тиесілі аз сазды топырақтарға құм қабатшылары мен линзаларына байланысты орналасқан. Жер асты сулары негізі мен атмосфералық жауын шашын инфильтрациясы есебінен, сондай-ақ көктемгі кезеңде еріген қар сулары сіңіру арқылы қоректенеді. Топырақтардың сүзу коэффициенттері мәндері топырақтардың физикалық, механикалық қасиетті ведомостер көрсетілген. Өндірістік және тұтынушылық қалдықтар. Объекттің пайдалану барысында өндіріс пен тұтыну қалдықтары түзіледі. Тұтыну қалдықтардың кәсіп орын қызметкерлерінің тұрмыстық әрекеті нәтижесінде түзіледі де
қалалық қатты тұрмыс қалдықтар түрінде болады. Жылдық қалдық мөлшері 2 тонна 625 тонна жылына. Жобада қатты тұрмыстық қалдықтарын жинауға арналған арнайы алаң площадка қарастырылған. Қалдықтарды жинау үшін контейнерлер орналастырылатын арнайы алаңша бөлінген. Оған автокөлік уралдарының келіп кету үшін жолдармен қамтамасыз етілген. Кәсіпорын аумағы жарықтандыру жүйесінен қамтамасыз етілген. Жарықтандыру үшін светодиодты шамдар пайдаланады. Жарық көздерінен тезілетін қалдықтардың мөлшері 0,02 тонна жылына. Пайдаланудан шыққан шамдар контейнерлік алаңдағы арнайы контейнерлерге жиналып, оларды қауіпсіздік жиналу қамтамасыз етеді. Қалыптау процесіне техникалық себептер бойынша ақаулы ілімнен пайда болуы мүмкін. Күйдіру процесі кезінде кірпіш сынықтары түріндегі қалдықтар болады. Бой деп айтылатын түзіледі. Ақау мен бой кірпіштің жалпы мөлшері 5 тонна жылына. Бұл қалдықтар арнайы бөлінген ашық алаңда уақытша сақталып, кейін утилизация үшін мамандырылған ұйымдарға беріледі. Қатты отынды жағу нәтижесінде сондай-ақ күл қалдықтарымен күйдірілген кірпіш сынықтарын өндіріске оточитель ретінде пайдаланады. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесі. Жасыл екпелерді кесу, мәжбүрлеу, кешіру кезделмейді. Қызыл кітапқа енген жануарлар мен құстардың көбеуі және ұя салу орындары завод орнында жоқ. Қалдықтарды басқару бағдарламасы іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары. Түсініліп отырған жобалық шешімдер жұмыстарды жүргізудің ұйымдастырушылық техникалық тәсілдерін және қоршаған ортаны қорғау шаралары қамтып отырып жоспарланып отырған қызметтің жоғары өндірістік экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бұл өз кезегіндегі жұмыстар аймағында елеулі экологиялық бұзушылықтардың орын алуын болдырмауға мүмкіндік береді. Нысанда апаттық жағдай туындаған жағдайда қауіпсіздік жауапты тұлғаларды жедел хабардан ету қамтамасыз етілуі тиіс. Апаттың себептері анықтау және оның салдары жою үшін жедел шаралар қабылдануы қажет. Құрылыс кезінде қоршаған орта компоненттеріне әсер уақытша сипатта болып, табиғи процестер мен құбылыстардың қайтымсыз өзгерістерін тудырмайды. Енді қысқаша мен сіздерге заводымыздың процесс производства түсіндірдім, айттым. Сұрақтарыңыз бар ма? Құрметті достар, уважаемые односельчане, если есть вопросы, задавайте. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Самый крупный инвестор у нас, как вы знаете, это если завтра запустим завод, например, это нам будет хорошо, потому что мы за счет налога живем. Освещение, вода, асфальт, вот это все, то, что нам поступает, мы от этого вот имеем свой доход. И дальнейшее на развитие округа запустим эти деньги. Поэтому нам очень нужна такая вот инвесторы, крупные предприятия, городообразующие, как в Жолунбет. Жолунбет, например, у нас живет за счет Казахалтын, у них проблемы нету. Они каждый год сами ремонтируют дорогу, асфальтируют, там освещение, тротуары и так далее. К сожалению, нам пока не позволяет, потому что у нас такой прям огромной дохода нету. В год нам поступает только 40 миллионов. В этом году мы доходную часть увеличиваем до 60 миллионов. На следующий год есть тоже у нас планы в перспективе. Поэтому если вот у нас первый завод, там еще один завод строится, еще дополнительно вот инвестора есть. Поэтому, если они будут работать здесь, я думаю, в дальнейшем это нам будет хорошо. Если есть вопросы, сұрақтарыңыз жоқ болса, жоқ қой, сұрақтар
Сколько оно будет строиться или уже построено? Мы уже завод практически завершаем строительство. До конца года есть планы его пробно запустить. До конца этого года? До конца этого года мы ударными темпами пытаемся завершить все наши строительные и монтажные работы. Хочу вам напомнить, что я как инвестор приехал в этот аул 15 лет назад и начал с маленького производства, небольшого производства. За эти 15 лет оно выросло до размеров. За эти 15 лет мое предприятие заплатило государству общей суммы 400 миллионов тенге налогов. Имейте в виду, что вот за эти 2 года вы заметили, что в нашем поселке заасфальтировали практически все наши улицы. И общая стоимость асфальтирования обошлась где-то около миллиарда, да? Да. Около миллиарда тенге. И вот представьте, наши 400 миллионов как бы участвовало в этих, допустим, облагораживании нашего села. А теперь в будущем мы планируем увеличить наше производство в 20-кратном размере. Причем, если мы раньше за эти 400 миллионов платили только за 15 лет, а теперь ожидается около миллиарда тенге в год мы будем платить налоги. То есть, если наше производство будет идти хорошо, и мы будем платить налоги государству, то государство обратно возвращает нам эти деньги в виде строительства школ, садов, облагораживания улиц, освещения и другие социальные, культурные мероприятия и заведения. То есть наше общее усилие по развитию нашего производства, увеличению налогов, оно оборачивается хорошей стороной нашей жизни. Жақсы, онда сұрақтарыңыз болмаса, қоғамдық тыңдауды аяқтайық. Келгендеріңізге көп рахмет. Келгендеріңізге көп рахмет. В районе, ну и по Казахстану. Завод наш будет по своей производительности превосходить все существующие заводы, которые в Казахстане есть. Будем выпускать кирпич по евростандарту, международному стандарту. То есть он будет соответствовать по всем нормам и правилам, строительным нормам и правилам. Завод будет состоять полностью из автоматизированной системы. Люди будут физического, тяжелого физического труда будет полностью исключено. Будут работать роботы, руки там, где раньше мы мучились, люди тяжело избегали наши завода, не хотели работать. Почему? Потому что там тяжелый физический труд присутствует. Теперь там будут автоматизированы и роботизированы роботы. Так? Да, вот сейчас со стороны экологии требования, сейчас вы слышали, просят, чтобы мы зарегистрировали всех участников сегодняшних общественных слушаний. Пожалуйста, чтобы вас не задерживать, в первую очередь. Пока снимай. Эту таблицу не могу найти. Сейчас, секунду. Спряталась. Фамилия, имя, отчество. Так, здесь здесь телефон. Да, телефон.
өшіріш болды ғой да? Да. Все, жақсы, сау болыңыз. Ага. Вы как каким тоже можете зарегистрироваться. Это протокол же будете составить? Да. Да, там Сейчас мы составим протокол, подпишем. Да. Что? Әкемге қол қойдырып алсаңыздар протоколға. Протоколға? Хорошо. Аты жөні должность деп қол болу керек. Хорошо, түсінікті. Протокол дайын. Сізді қалай Почему мы это записываем, регистрируем? Потому что вполне вероятно могут позвонить вам выборочно каким-то из вас, что действительно ли вы присутствовали на собрании, участвовали в прениях, слушали доклад. Ержан, здесь еще. Ержан, сен кел, жұмабай, сен кел. Өзінің уақыты болды бесплатно 45 минут. Она завершилась. Завершилось, да? Открытие завода когда будет? В конце года планируем. В конце года уже открытие. Да. Если не успеем, край весной. Вы здесь работаете, да? Да. Хотите у нас работать? Нет. Просто интересно, почему же кирпичи? Дом еще до конца не достроили. А вы у нас сейчас можете купить? А уже есть? Да, мы делаем скидку для местного населения. И сейчас есть кирпич. Съездите, посмотрите. Езжайте, смотрите. Я же помогаю здесь. В прошлом году 8 семей сгорело, их дома, многоквартирный дом, возле дверей. Из них вот я 4 семьям по 5000 кирпича бесплатно дал в этом году, чтобы построили здесь.
Они без крова, без дома остались. Кирпич какого цвета? Красный кирпич. Красный. Да, красный ложеный кирпич. Размеры есть разные, да? Тонкие, Да, тонкие. Да, да, да. И вы тоже. У вас здесь работала Райгуль. Она и работает? по-моему? Работает. Вот ей дом полностью с моего кирпича я бесплатно же дал. На весь дом 18 тысяч кирпичей я дал бесплатно. Потому что она в очень плачевном состоянии была, дом ее.